Берлинде Наурыз мейрамы атап өтілді. Мерекелік іс-шараны Германиядағы 10 мемлекеттің елшілігі бірлесіп ұйымдастырды. Қазақстан өкілдігі де киіз үй тігіп, дастархан жайып, концерт қойып, қонақтарға мерекелік көңіл-күй сыйлады. Іс-шараның қалай өткені жайлы тілшімізден білейік. Мерекелік іс-шара Берлиндегі этнологиялық мұражайда өтті. Наурызды бірге атап өту идеясын 10 елдің дипломатиялық миссиясы қолдаған. Арасында орталық Азия елдері Әзербайжан, Ауғанстан, Иран, Пәкістан мен Түркияда бар. Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік салтанатқа Қазақстан елшілігі де қатысты. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамы құтты болсын. Ауқымды іс-шарада кісі қарасы қалың болды. Қонақтарға мол дастархан жайылып, әр мемлекет өзінің салт дәстүрі мен мәдениетін таныстырды. Шетелдіктер әсіресе біздің елшіліктің орнатқан киіз үйіне ерекше қызығушылық танытты. Инсталляция маңында суретке түскендер көп болды. Осымен қатар әр ел өздерінің музыкалық бағдарламасын ұсынды. Қазақстан атынан Германияда оқып жүрген студенттер біздің дипломаттардың балалары өнер көрсетіп, шетелдіктерді тәнті етті. Осылайша әз Наурыздың қалай тойланатынын көріп біліп, еліміздің салт дәстүрімен жақын танысқан қонақтар Қазақстанға деген қызығушылығы одан сайын артқанын айтты. Елімізді өз көзімен көру үшін биыл саяхаттап баруды қалайтындарын білдіріп жатты. Жұлдыз Атагелдиева, Болат Абдуллин, 24 KZ.